Облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров жұмыс сапарымен Мағжан Жұмабаев ауданына барып, өңір басшысының тапсырмаларының орындалуын қадағалады. Аудан бюджетінің кірісін толтырып, шығыс бөлігін орындау, механизаторлардың жалақысын көтеріп, еңбек жағдайын жасау, мал шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, осы және тағы басқа өзекті мәселелер талқыға салынды. Аудан әкімі Асқар Бегіманов тұрғындардың көшіп қону мәселесін зерттей келе 20-50 бағдарламасын құрған болатын. Басты мақсат азаматтарды еңбекпен қамту. Ол үшін жұмыссыз отырған тұрғындардың электронды дерек қоры жасалды. Бағдарламаның тұсаукесері Булаев қаласындағы колледжде өтті. Қазір білім ордасында мамандарды қайта даярлау курстары ашылуда. Мұнда көбіне ауылды жерлерге қажетті мамандықтар бойынша оқытады. Өңір басшысының бірінші орынбасары қатысқан аудан активі жиынның басты тақырыбы бюджеттің кірісін толтырып, шығыс бөлігін орындау барысы. Айдарбек Сапаров селолық округтердің әкімдері мен фискалды органдардың қызметін сынға алды. Оның айтуынша, облыстық және жергілікті бюджетті толтыру жоспары тиісті деңгейде орындалып жатқан жоқ. Низкая нагрузка. Жұмыс баяу жүріп жатыр, жалақы аз, мүлікті қайта бағалау тиісті деңгейде жүргізілмейді. Комиссия дұрыс жұмыс істемейді. Сараптаманы ешкім жасап жатқан жоқ. Мемлекеттік кірістер қаржы және статистика басқармаларының жетекшілері қазынаны толтыру қоры, ауданның салық салымдарының базасын кеңейту жайында айтып, жиналғандардың сұрақтарына жауап берді. Жиында сөз болған тағы бірқатар өзекті мәселелер бар. Ол мал шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы, жалақыны көтеру мен жұмыс орындарын сақтау жайы. Айталық, Авангард СКО серіктестігінің егін алқабындағы кездесуде шаруашылық жетекшісі жұмысшылардың орташа жалақысы 70 мың теңгені құрайтындығын айтты. Бірақ салық декларациясында 54 мың теңге етіп көрсеткен. Ал механизатор болса, комбайнда жалғыз істеп жүрсем де, ай сайынғы еңбек ақым 40 мың теңгеден артық болған емес дейді. Зарплату получаете? Получаем. Сколько? Ну, сейчас задержка надо процентами. Ну, получаем 40 тысяч. Өңір басшысының бірінші орынбасарының айтуынша, облыс бойынша бұл ауданның механизаторлары ең төмен жалақы алады. Алайда мұнда жалақы қоры жеткілікті. Селолық округтың әкімдерімен кездесуде Айдарбек Сапаров Қазагро институттары арқылы елімізде мал шаруашылығын жандандыруды көздейтін бағдарламаларды шенеуніктер білмейтіндігін баса айтты. Почему вы в своем округе какие-то проекты новые не открываете? Рабочие места почему не открываете? По округам надо ездить, работу проводить. Открыть любое фермерское хозяйство, дать ему 100 гектаров, может он желает. Айдарбек Сапаров жұмыс сапары барысында бірқатар селолық округтерді аралап, мұндағы егістіктерге және тұрғызылып жатқан шаруашылықтарға барды. Бүгінгі 173 мың гектар құлаттық, 51 мың гектар соқтық, уражайнысы орташа 13,2 алып атырмыз. Бұл әлі бастауы ғана, шашпай төкпей жинап алу керек. Біздің бірінші мәселеміз. Ол үшін мемлекеттен қолдау бар. Жанар-жағармай уақытында барлығы беріліп жатыр. Комбайндарды барлығын ремонттан шығарып дайындап қойдық. Облыс бойынша 9 мың комбайн бар. Бүгінгі күнде шаруашылықтың саны облыс бойынша 4 мың. Соның 70% егін жинау науқанына кірісті. Шаруашылықтардың жетекшілерімен кездесуде өзекті мәселелер талқыланып, кейбіреулері сол жерде шешімін тапты. Далеко не равнозначные вклады. Барлық шаруашылықтар салықты бірдей көлемде төлемейді. Егер егіншілікпен айналысатындар үшін белгіленген салық мөлшері болса, жергілікті бюджетті арттыру мүмкін болар еді. Бұл қаражатты кейін орақ науқанына дайындық кезінде немесе жолдарды жөндеуге пайдалануға болатын еді. Ауданның егістік алқаптарын аралап көрген Айдарбек Сапаров жыртылған жерлерді ұтымды пайдалану мәселесіне көңіл бөлді. Пайдаланбай қалған жерлер заңнамаға сай шаруалардан мемлекетке қайтарылады. Әсел Оразбаева, Ләззат Салықова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.